Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода қазақша есімдерді эмодзи арқылы табу керек боласыңдар. Сұрақ саны 28, ойлануға 10 секунд, әртүр жауапқа 1 пайдан. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Ал ендеше бастаймыз. Бұл қандай есім деп ойлайсың? Бұл бізде Нұрислам есімі. Дұрыс таптың ба? Ал көрейік, сен осы есімді таба алады ма екенсің? Әрине, бұл бізде Ақмарал есімі болды. Ал осы есімді тауып көрші кәнеки, таба алады ма екенсің? Бұл бізде Нұрхан есімі болды. Дұрыс таптың ба? Ойлан таб арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетсең, 25 мың оқырманға өте аз қалдық. Бірге жетейік, және де өзіңнің достарыңмен бөлісейік ет. Ал осы есімді тауып көрші, бұл жердегі жүрек жан деп аталады. Әрине, бұл бізде Айжан есімі болды. Ал осы есімді тауып көрші, бұл қандай есім деп ойлайсың? Бұл бізде Жаннұр есімі. Ал көрейік, осы есімді сен таба алады ма екенсің? Бұл бізде Айжұлдыз есімі болды. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Ал бұны табу енді саған оңай болады деп ойлаймын. Бұл бізде Жұлдызай есімі. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Ал көрейік, сен осы есімді таба алады ма екенсің? Бұл бізде Айару есімі. Өте көп танымал есімдердің бірі. Бұл қандай есім дейсің? Қыз баланың есімі. Бұл бізде Аружан есімі болды. Дұрыс таптың ба? Бұл есімді табу саған оңай болады деп ойлаймын. Бұл есім әрине Толқын. Ал көрейік, осы есімді сен таба алады ма екенсің? Өте оңай. Бұл бізде Айтолқын есімі болды. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Ал кәнеки, осы есімді тауып көрші. Бұл бізде Нұржан есімі болды. Бұл есім Ақжол. Сен бұны дұрыс таптың ба? Ақтолқын есімі. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Бұл бізде Раушан есімі болды. Дұрыс, бұл бізде Асқар есімі. Бұл бізде Шалқар есімі болды.
Көрейік, осы оңай есімді сен таба алады ма екенсің? Бұл бізде бүркіт есімі. Бұл бізде Бүркітбай. Бұл есімді саған табу енді оңай болады деп ойлаймын. Бұл бізде Алма. Дұрыс, бұл есім бізде Алмагүл. Айгүл есімі болды. Дұрыс таба алдым ба? Бұл бізде Айкүміс есімі. Күміс ай. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Бұл бізде әрине Айдын есімі. Дұрыс, бұл бізде Мұрат. Бұл бізде Гүлмира есімі болды. Бұл бізде Исламбек. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қанша ұпай жинағандарыңды міндетті түрде комментарияға жаза кетіңдер. Және де өз есімдеріңді де жазуды ұмытпаңдар. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше қош болыңдар.